Түсік тастау немесе аборт жасату. Не себепті адам ағзасында түсік тастау процесі болады? Және түсік тастағаннан кейін әйел адам қалай күтіну керек? Сол жайлы білгіңіз келсе, алдымен каналыма тіркеліп лайк басыңыз және видеоны соңына дейін қараңыз. Алғашқы жүктілік бұл әйел адам үшін де, отбасы үшін де ең әсерлі, эмоцияға толы кезең. Ал ол түсікпен аяқталуы әйелдің организміне де, өзіне де үлкен стресске әкеліп соғады. Жүктілік үшін 12 аптаға дейінгі уақыт ең қауіпті кезең. Бүгінде әрбір 4-ші жүктілік түсікпен аяқталуда. Түсіктің ең көп таралған белгілері қан кету және іштің толғақ іспетті ауруы. Бұлай болмауы да мүмкін. Қан кетудің алғашқы белгілері байқала салысымен дәрігерге бірден барғаның үшін. Жатыр жағдайын анықтау үшін УЗИ-да жасалады. Кейде сыртқы белгілері болмай, іштен сәбидің жүрегі тоқтап қалып та жатады. Баланың өздігінен түсіп қалуын ерте мерзімдегі және кеш мерзімдегі деп екіге бөліп қарастырамыз. Ерте мерзімге 12 аптаға дейінгі түсіп қалуы жатады. Оның себептері: баланың даму кемістігі, гормон жетіспеушілігі болуы мүмкін, жатырдың дамуының кемістігі, немесе инфекциялық аурулар, созылмалы аурулар, күйзеліс, жарақат, ыстық ванна қабылдау, зиянды әдеттер, әсіресе темекі тарту, ішімдік секілді, ауыр физикалық әрекеттер, алдыңғы жасалған жасанды түсіктер де болуы мүмкін. Баланың кеш мерзімде түсіп қалуына 13-22 аптадағы түсік жатады. Оның себептері: қан ұю жүйесінің бұзылуы, жатыр мойнының жетіспеушілігі, жатырдағы үлкен өлшемді миома, бала жолдасына инфекция жұғу болуы мүмкін. Баланың қатарынан 2 немесе одан да көбірек түсіп қалуы үйреншікті түсік деп аталады, немесе ойнамалы деп те айтады үлкен кісілер. Олай болмас үшін бірінші түсікте нақты себебін анықтап емделу қажет. Ал келесі жүктілікті дайындалып 6 айдан соң ғана жоспарлаған жөн. Үйреншікті түсік жағдайында ескеретін маңызды мәселе: егер алғашқы жүктілікте түсік 7 немесе 8 аптадан соң орын алса, жатыр оны есте сақтап, келесі жүктіліктің 7 немесе 8 аптасында баланы лақтыруға тырысуы мүмкін. Бұрын түсік болған әйел дәл сол апталарда ерекше сақтық танытып, тәжірибелі дәрігердің бақылауында болғаны дұрыс. Алайда бұл алғашқы 90-ды қорқынышпен өткізіп, жүктілікті құпияда ұстау керек дегенді білдірмейді. Болашаққа деген нақты сенім, зор үміт әр ананың ұстанымы болуы керек. Жүктіліктің алғашқы апталарында жақындарыңыздың қолдауы, сенімі, тілегі өте маңызды. Сол себепті бастапқы уақытта отбасы мүшелеріне, жақын құрбыларыңызға айтқаныңыз абзал. Түсік әйел үшін үлкен соққы. Мұндайда түсіктен кейін де жүктілік болатынын ұмытпаңыз. Бұндай жағдай өз-өзіне жақсы қарайтын, денсаулығы жақсы әйелдердің де басында болуы мүмкін. Сондықтан оған өзіңізді кінәлаудың қажеті жоқ. Жалпы түсік тастағаннан кейін дәрігер келесі баланы міндетті түрде 5-6 айдан кейін жоспарлауға кеңес береді. Өйткені бұл аралықта әйелдің организмі қалпына келіп, жатыры қайтадан жүктілікке дайындала бастайды. Негізі көрген білгені көп үлкен кісілер түсік тастауда босанғанмен бірдей деп әйел адамға босанған адаммен бірдей күтім жасаған. Түсік тастаған әйел де ыстық сорпа ішіп, жылы киініп, біршама уақыт өткенше өзін күткені абзал. Өйткені әйел адамның организмі бәрібір жүктілікті қабылдады, гормондық өзгерістерге ұшырады. Оның белгілі бір аптаға келген кезде өздігінен қан кетуі, түсік болуы әйел адамның организміне үлкен соққы алып келеді. Сол үшін де келесі баланы аман-есен дүниеге алып келу үшін өз-өзіңізге күтім жасауыңыз қажет. Ал енді түсік тастадық, ары қарай не істейміз? Міндетті түрде дәрігерге барасыз, анализ тапсырасыз, мазок тапсырасыз, түсіктің себебін анықтайсыз. Себебін анықтадыңыз, енді ары қарай 6 айға дейін не істейсіз? Бастан аяқ тапсырған анализдеріңіздің қорытындысына қарап, жетіспейтін витаминдеріңізді толтырып барып, жүктілігіңізді қайтадан жоспарлайсыз. Егер видеом сізге пайдалы болған болса, онда міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыз және лайк басыңыз.